дәрігер. Саламатсың ба? Келе ғой, отыра ғой. Қай жерің ауырып тұр? Маған мектептен справка бере аласыз ба? Қатты ауырып тұрмын. Ішім ауырып тұр, басым ауырып тұр, кейде құсқым келеді. Бұл өте қауіпті ғой. Осындай белгілермен көптеген адамдар келіп жүр. Эпидемияға ұқсайды. Маған справка бересіз ба? Бірінші укол салып алайын. Міндетті түрде салу керек па? Әрине, бұл вирус қой. Кешіріңіз апай, мен ауырып тұрған жоқпын. Сау болыңыз апай. Кіріңіз. Саламатсың ба? Қай жерің ауырып тұр? Менің тамағым, басым, құлағым, ішім ауырады. Бұл өте қауіпті ғой. Осындай аурулармен көптеген адамдар келіп жатыр. Эпидемияға ұқсайды. Бірінші укол салу керек. Уколсыз болмай ма? Әрине болмайды. Бұл вирус қой. Дәрігер, мен өзімді жақсы сезініп тұрмын. Мен қателесіп кеттім, сау болыңыз. Сен уколға келісіп тұрсың ба? Иә, әрине, бұл қауіпті вирусқа укол көмегін тигізсе, мен келісемін. Сен шынымен де ауырып тұрған сияқтысың. Мен саған справка жазып берейін. Ал укол ше? Уколдың қажеті жоқ. Мен саған үйден дәрілер жазып берейін. Мен сендерге айттым ғой. Ол жай ғана бізді уколмен қорқытып жатыр деп. Қорқақтар, ал менде справка бар. Мен ойландым да, бұл өте қауіпті вирус. Сол үшін укол қоюға тура келеді. Кіра ғой кабинетке.